Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Қайырлы кеш болсын, құрметті біздің омаркет бизнесмендері. Көптен бері тікелей эфирге шықпаған едік. Осы бүгін тікелей эфирге шығып, көптен бері қойылып отқан сұрақтарға жауап берейік деп осындай шешім қабылдадық. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Кешіміз қайырлы болсын. Әзірге кісілер жинала берсін, тағы да біраз кісілер қосылсын. Айтылатын ақпараттар бар, бөлісетін. Жылдың аяғы, освоение бюджет, жұмыс жасайтын кез, тоқтамай 25 декабрьге дейін тоқтамай жұмыс жасайтын кез. Заказ іздемейсің, қызығы. Заказ сені іздеп келеді, тек тауарын тауып, поставкасын жасап берсең болды. Бүгінгі тікелей эфирім, тікелей осы тендермен айналысатын госзакуп саласы болсын, самұрық қазына порталы болсын, недропользование болсын, жалпы қай площадкада қатыспасын, жалпы тендершіктерге арналады. Бүгінгі тікелей эфир тендершіктардың бірі мен өзім. 9 жылдан бері опытым бар. Қазақстанда 46 тендерный площадка болса, соның 21-мен жұмыс жасап, ішінде қайсы тиімді, қайсы безопасно зерттеп көрген адамдардың біріміз. Қазіргі таңда қандай площадкамен жұмыс жасаған тиімді, және қай площадкада табыс көп. Барлығымыз жұмыс жасағанда бірінші көздейтініміз табыс, барлығымыз табысымыз еселенсе, аз жасап көп тапсақ, көп қозғалмай көп тапсақ, рискке бармай ақшамыз көбейсе, барлығымыздың ойымыз осы. Бірақ дегенмен де жаңа сала болғаннан кейін ол істің профессионалы болмағандықтан біз көптеген қиындықтарға кездесеміз, көптеген қиындықтарға тап боламыз. Соларды жеңе отыра біз өзімізге опыт жинаймыз. Келесінде біз ондай қиындықтарға түспес үшін жұмыс жасайтын боламыз, шығынымызды азайтамыз. Демек, опыт поставка жасаған сайын, тендер ұтып, оны жапқан сайын, біз табыстан бөлек бір дүниені үйреніп отырамыз. Дұрыс қой, достар? Мысалға, тендерге қатысып жатқан кісілер көп орталарыңызда, бірақ табысы жоқ кісілер бар. Табысы бар, берекесі жоқ. Табысы бар, берекесі жоқ дейтін ақша қомақты түсіп жатыр, бірақ қайда кетіп жатқанын білмейді, дұрыс жарата алмайды, дұрыс распределение қоймайды тапқан табысқа. Одан кейін не істеп жүрген өзі де білмейді. Сосын тендер не мое, бұл менікі емес деп басқа жұмысқа, басқа бизнес түріне, то есть каждый раз жаңадан бірдеңені бастап, аяғына дейін жетпей, тастап кетіп отыратын адамдар болады. Оның да өзінің бір себебі бар. Неге? Өйткені адам істеген жұмысынан рахат алмайды, істеп жатқан жұмысынан ләззат алмайды. Жұмыс істеп жатқан жұмысыңды жақсы көріп тұратын болсаң, сен әр уақытта бірінші орында сенің жұмысың тұрады, өзіңнің бизнесің тұрады алдыңда. Мақсатың болса алдыңда, жақсы көрмесең де сол жұмысты жасайсың. Мақсат жоқ адамдарда да результат болуы қиын. Сол себепті, достар, біз мынау тендершіктерге арнаймыз бүгінгі тікелей эфирімді. Мысалымға, кеше біз марафон ойнатқан болатынбыз, марафон, то есть курсын бастап, марафон курсы бітті. Көп адам алмаймыз деп біз ылғи айтамыз группада, 10 адамнан артық алмаймыз деп. Бізде марафонда 6 кісі болды. 6 кісінің 6-ауы да курс барысында результатқа шықты. Демек, 100% результат бар. Мысалымға, біреулер айтады, ой, 100% деп айтпаңыз, мүмкін 90% шығар, мүмкін 80% шығар. Жоқ, 100% біз результатқа шығарамыз кісілерді. Енді сол жерде 0-ден бастаған кісі, ешқашан мемлекеттік сатып алу жұмысы бойынша жалпы саудадан хабары жоқ кісі бар. Сол кісі бір айдың ішінде курс барысында 9 заявка алған. 0-ден бастаған адам 9 заявка. 9 заявка ол 9 лот. Енді тендерге салайық осынан. Тендердің көзімен қарайтын болсақ, біз бір айда 9 тендер ұта аламыз ба? 9 тендер ұту үшін қанша еңбек, қанша энергия, қанша рискке бару керек? Қандай жұмыстар жасалу керек бір айдың ішінде? То есть, бұл жерде тендер мен омаркеттің айырмашылығында қызығы да, еңбегінің рискісі де, жасалынатын энергия, құртылатын энергия, жасалынатын жұмыс осы жерде анық көрсетіледі. Мысалымға, мен бұрын тендерге қатысып ұтатын кезінде бір тендер ұту үшін кемінде жоқ дегенде 7-8 тендерге қатысатынмын. То есть воронка, мысалға 50 тендерге дайындалам, соның ішінде 4-5 тендерді ұтатын. Бірақ енді 50 тендерге дайындалу деген қандай жұмыс екен, тендершіктер жақсы біледі. Бір тауардың өзіне қатысып бағасын қою деген қанша волнение, қанша уайым, қанша переживание. Ал енді 50 тендерге сөйтіп қатысатын болсаң, олардың обеспечениесі бар, төленуі. Енді 50 тендерден қанша тендер ұтасың бір айдың ішінде? Ары кеткенде
7-8 тендер ұтасың. Оның өзінде маржасы төмен, өте мизер аз, мизерный, то есть, ішінде бір табыс, аспартқан табыс жоқ. Ал енді тура осы әрекетті о-маркетте қайталасаң, сол дайындалып қатысып жүрген товарларың, то есть сен поставщик таптың, то есть сен нені аштың ғой, госзакуп порталын аштың, мониторинг жасадың. Бір мекемеге туалетный бумага керек. Туалетный бумаганы іздейсің, те характеристика бойынша. Таптың, поставщигін базардан таптың, сайттан таптың. Енді сол тапқан товарыңды, дайындалған товарыңды о-маркетке шейін тіркеп қой сал. Тендерге қатыссаң қатыса бер, уақытың жоғалт, қатыспа демеймін, қатыса бер. Бірақ о-маркетке тіркеп қоя сал. Сен мына тендерге қатысып, подачаңды беріп, пока объявление бітіп, победитель анықталам дегенше, сен мына тіркеп қойған туалетный бумагаң уже заказ келіп қояды. Түсіндіңіздер ме сіздер? Жұмыстың оңай түрі, бәрібір соны тендерде де жасап жатырсыздар. Тура о-маркетке тіркейсіз. Кәдімгі магазин ашқанмен бірдей. Сіздерге ылғи айтамын, магазин ашқанмен бірдей. Кәдімгі магазин ашсаң, не істейсің? Расходың. Қара, бірінші табыс таппай жатып сен аренда төлейсің, немесе зданиясын сатып аласың. Дұрыс қой? Одан кейін оның ішінде магазинге тиімді оборудование болу керек. Оның біреуінің ішінде болады, біреуінің ішінде болмайды. Кемінде жоқ дегенде 500 мың теңге аласың аренда. Мен ең жоқ төмен деген расходын айтып жатырмын. Оның ішінде жоқ дегенде 2 миллион, 3 миллионға товар салуың керек, жақсы табысқа шығуың үшін. То есть сен әлі табыс таппай жатып, сен бір талай шығынға түсіп қойдың. Енді ол магазин жүре ма? Кәдімгідей магазин ашсаңыз да, продуктовый магазин, ол жүре ма? Сіздің ойыңыздағыдай жүрмей ма? Оны өзін-өзі ақтау үшін қанша уақыт керек? Және бір адам тұрақты түрде бір адам байлаулы болу керек сол жерде. Жіпсіз сол жерде байлаулы тұру керек магазинде. О-маркетте қандай? Ешкімді байлаудың қажет жоқ. Алдын ала товар сатып алудың қажет жоқ. Алдын ала шығын жасаудың қажеті жоқ. Ондай қомақты сомада шығын жасаудың қажет жоқ. О-маркетте жұмыс жасау үшін арнайы тариф госзакуп площадкасында төлену керек. 3 мың теңге, 4 мың теңге, немесе 40 мың теңге өзінің қатысыңыз келетін сумаңызға байланысты тарифтің сомасы бар. Соны төлеуіңіз керек болады. Ол тіркелу үшін арғарай келесі сіз табыс тапқанға дейін сізде шығын жоқ. Сіз арзан товар тауып, соның данныйын алып тіркей берсеңіз болды. Алдын ала товар сатып алудың қажет жоқ. Немесе реклама жасаудың, инстаграмға шығып, таргет запускать етіп, команда жинап, ешкім керек емес сізге. Жалғыз өзіңіз жетесіз, және біздің команда сізге поддержка жасайды. Түсінікті ма, достар? Тендермен жұмыс жаса, отдельно бизнес ашып, мысалға, анау традиционный бизнес дейді. Мен ылғи айтам, дополнительно мысалға о-маркеттен ақшаны жинап, табысын көбейді ма, енді күнде 20 мың теңге, 30 мың теңге түсіп тұрады. Бизнес көзін ашып қой. Кішкентай дөнерхана ашып қойсаң да, чайхана ашып қойсаң да, арендаға алып, рискісі аз, шығыны аз, бірақ табысы күнделікті ол жерде. Күнделікті саған подушка есебінде 20 мың теңге, 30 мың теңге ақша түсіп тұрады. То есть о-маркеттен түсіп жатқан бір табысың бар, мына жақтан түсіп жатқан табысың бар. Ал тендерде, достар, қатысқыларыңыз келетін болса, 10 миллион теңгеге дейінгі тендерларға қатысып бас ауыртпай қойыңыздар. Не себептен? Өйткені ол жақта конкуренция өте көп. Тендерге қатысқаннан кейін 50 миллионның үстіндегі тендерге қатысқан дұрыс. Инвестор тауып, бірге выступать ететіндей, немесе консорциум болып жасайтындай, компанияңыздың финустойчивости жетпеуі мүмкін, открытый конкурсқа қатысуға сіздің дәрежеңіз жетпеуі мүмкін компанияңыздың. То есть компанияның дәрежесі бар компанияны алып, консорциум есебінде бірге қатысып, үлкен суммаларға үлкен шаг жасауға болады. Мысалға 50 миллион тендерін ұтсаңыз, маржасы 20%. Примерно, мысалға образно айтып, 20%, 25% болады. То есть 10-15 миллион теңге табысы бар. Бір тендерге дайындалдың, бастан аяқ, қатыстың, ұттың. Дұрыс қой? Сол кезде сіздерде табыс болады, достар. Сол кезде сіздер тендерден пайда табасыздар. 10 миллион теңгеге дейінгі тендерде табыс табу өте қиын. Өйткені конкуренция өте көп. Одан кейін қатысып жатқан 100% тендерге қатысып жатқан адамдардың 30-40% өздерінің не істеп жатқандарын білмейді. Қандай салада жүр, кімге заявка беріп жатыр. Тендер деген не? Просто көрген, кнопка басуды біледі, болды. Ана сумманы көреді, 7 миллион, 8 миллион теңге деген. Болды, мен бұл товар танимын, білем, қатыса бер, мынанша баға қойда қатыса бер. Ұтып алады, ондай бағаға товар таппайды. Ал енді осылай күйіп жүрсең, тендер ұта алмай жүрсең, поставщик таба алмай жүрсең, тендерге қатысып, қанша уақытыңды жоғалтып, маржаңды есептей алмай жүрсең, сен бізге келіп обращение тасасаң болады. Сен дәл сол жұмысты о-маркетте жаса, сен тендерден табам деген, бір тендерді ұтам дегенше, бір айдың ішінде сен бірнеше заявка алып, уже 2-3-ін жауып үлгересің. О-маркетте сумма 1000 теңгемен 13 миллион 800 мың теңгенің ішінде келеді заявка.
13 миллион 800 мың теңге, ол 4000 МРП. То есть бір договорыңыз 4000 теңгеден, 4000 МРП-дан аспайды. Енді осындай 13 миллион 800 мыңнан бір 2 заявка келсе, бір айдың ішінде, маржасын есептеңіз өзіңіз. Бір айда 1,5 миллион теңге табуға бола ма деп бір кісі сұрап еді бізден. Сол 1,5 миллион теңгені сіздер бір айда таба аласыздар, достар. Маркетте де конкурент көбейген, бұрынғыдай емес дейді. Тамаша, біз қуанамыз. Конкуренция көп болған жерде баға кішкене арзандайды, качество көтеріледі. Негізі конкурентный среда деген осы. Ол кезде сапа, качество деген көтеріле бастайды, сертификатпен товар апару деген сияқты. Бірақ о маркетті әлі ешкім білмейді, достар. Мен сіздерге 100% айта аламын. Неге? Өйткені бізде сұранысқа ие тауарлар тізімі бар. Заказчиктер сұранысқа ие. Олар неге сұрайды ол тауарды? Өйткені поставщиктер сол тауарларды әлі тіркеген жоқ о маркетке. Заказчиктер іздеген тауарларын о маркеттен таппай жатыр. Біз енді бәріміз оңайын, жеңілін, ең андай қатты қолымыз былғанбайтын, қатты шаршамайтын жұмыс, бірақ табысы мол болғанға қалаймыз. Барлығымыз хостоварға жатып алғанбыз. Барлығымыз оргтехникаға жатып алғанбыз. Барлығымыз канцтоварға жатып алғанбыз. Бұдан бөлек көптеген товарлардың түрлері бар ғой. Строительный материалдар бар, автозапчасть бар, машинаның дөңгелегіне қатысты, жаңағы шинасы, ходовой жағы бар, басқа жағы бар. Енді сұраныс деген өте көп. Одан кейін көптеген лабораториялық құрал саймандар. Неге қатыспайсыздар соған? Неге сол товарлар тіркемейсіздер? Неге оңай, жеңіл сол, әшейін қолың созып ала салатын нәрсе? Оның, соответственно, бағасы да төмен, конкуренциясы да көп болады. Қай салаға бармасаңыздар да. Мысалы, о маркетте конкуренция көп дейді. Госзакупты айтыңыз. Госзакуп қай жылдан бері бар біздің елде? Осы электронды түрде жасалып жатыр. О маркеттің шыққанына қанша уақыт болды? О маркеттің шыққанына бар болғаны 3 жыл. Биыл жазда 3 жыл болды о маркеттің шыққанына. Әлі поставщиктердің саны керек санға әлі жеткен жоқ. Заказчиктер өздеріне керек тауарларды ала алмай жатыр. Қазір заказчиктерді түсінді 3 жылдан бері о маркеттің қандай тиімді пайдалы екенін. Не себептен? Мынаны қараңыздар. Мысалы, открытый конкурс ойнатылады, тендер жарияланады. Ол тендер жарияланып, ол бітті, победитель шығып, оның барлығы орындалам дегенше 2 айдан асып кететін уақыт. Оның ішінде біреу обжалованиеге беріп, біреу бір-бірін сотқа берсе, ол 6 ай, 7 ай, 8 ай кете береді. Жаздың күні ремонт жасау керек мекемеге. Өткені күзден бастап сабақ басталады, жұмыс басталады деген сияқты. Спорт школа болсын, мысалы. Оның ішінде строительный жұмыс болатын болса, ремонт болатын болса, сол алынатын строй материалды о маркет арқылы сатып алса болады. Ол 2 айлап, 3 айлап күтіп жүрмейді, 15 күннің ішінде затын жеткізіп алады, уже енді бізге подрядчиктер керек, ремонт жасайтындар. Оларға отдельный конкурс. Жылдан тез жүретін қысқа жол осы. Тендер жарияласа да, бір товар керек болатын болса, оргтехника керек болатын болса, мебель керек болатын болса, тендер жариялайды, пока оны ұтып, әкеп заказчикке поставка жасайын дегенше қанша уақыт? Ал о маркетте қанша уақытта, осы сондай кеткен уақытта о маркетте қанша заявка жабуға болады? Міне осы жерде қарайтын болсаңыздар, бір кісілер айтады, ой, маған госзакуп ұнайды, госзакупта жұмыс жасаған, о маркет андай мындай. Мен білмеймін кім не үшін әрекет жасайтын, бірақ өзім жақсы түсінетін, барлығы табыс тапқысы келеді. Ешкім еркінен тендерге қатыспайды, ешкім еркінен базар аралап жүрмейді. Барлығы табысын еселегісі келеді, табысқа шыққысы келеді. Демек, 100 қадам жасап 10 мың теңге тапқан жақсы ма, әлде 10 қадам жасап 10 мың теңге тапқан жақсы ма? Осының бір-біріне деген, то есть разницасын түсінуге сіздерде мүмкіндік бар да, өздеріңізді түсінесіздер. Тендерге қатысып жүрген кісілердің біразы біледі тендердің оңайлықпен ұта алмайтыны. Бұрын баяғыда тендер оңай болатын. Требование аз болатын, конкуренция жоқ, баға бердің, ұтып алдың, болды. Поставкаңды жасайсың, услуга болса услугасын жасайсың, работа болса работасын жасайсың. Тендердің өзінің ішінде де ұтуға болады, тендерді ұтуға болмайды деген сөз жоқ. Тендерді қазір жамандайтын адамдар көп, мен тендерді жамандамаймын, бірақ ұту үшін бұрынғы әдіс жарамайды. Қазір тендерге басқа әдіспен қарау керек. Ең қиыны, ең оңайы, екеуінің мысалға ең оңайында кімдер жүреді? Жаңадан бастаған, әлі опыты жоқ. Ең қиында кімдер жүреді? Мына ең оңайдың барлығын әбден сүзіп болған адамдар. Бірақ көбісі қорқатын кісілер оңайын жасап болғаннан кейін, мына қиынына өткісі келмейді, конкурсты үйренгісі келмейді. Сол ЗЦП-да жүре береді, товаркада жүре береді, хостовар, жаңағы сыпыртқы, шелекке қатысып жүре береді. Сыпыртқы, шелек, моющие средства деген жаңағы оргтехника дегенге қатысқыларыңыз келетін болса, онда о маркетке тіркеп қойыңыздар. Сол поставщиктен көріп отқан тауарларыңызды о маркетке тіркеп тастаңыздар.
Не қыласыздар? Тендерге қатысу уақыттарыңыз болды. Просто Омаркетке тіркеп қойыңыздар, сіздерге заказ түседі. Енді Омаркеттің ішінде продажаның қанша түрі бар? Мысалға бұл бірінші түрі, иә? Товар тіркеу арқылы өзіңізге заявка аласыз. Екінші түрі бар. Екінші түрі ол не? Екінші түрі ол предзаказ. Предзаказ дегеніміз не? Мысалға, заказчик бір товарға, мысалға мынандай бір товарға затқа, өзінің характеристикасы бар, размері, салмағы, цветі деген сияқты. Осыған заявка қалдырады. Бұл товар менде бар. Заявка маған түседі, бірақ мен қабылдамаймын заявканы, отказға кетемін. Ол екінші адамға барып түседі, ол да қабылдамайды, ол да отказға жібереді. Үшінші адамға түседі, ол да қабылдамайды, ол да отказға жібереді. Енді заказчикке осы товар керек. Енді осы товар төртінші или бір бесінші адамда бар, бірақ оған заявка түскен жоқ. Бірақ мына заявкалерге біз отказ бергеннен кейін бұл предзаказға шығып тұрады, как горячее предложение есебінде. Сол кезде төртінші адамға түспеген, заявка түспеген кісі осыған бағасын беріп, моментально ұтып алса болады. Тендерден айырмашылығы, тиімділігі, продажа жасағандағы сіздің жаңағы клиентіңіз, то есть мемлекеттік мекеме өзіне керек тауарын осындай жолдар арқылы сіздерден сатып алатын болады, достар. Қазір сатып алып жатыр осындай. Бір кісілер бар, товар тіркемейді, тек қана предзаказға қатысады. Кіреді, күні 2-3 сағат, кәдімгі бір лотерея ойнағандай, бір 2-3 сағат кіреді, қарайды, майндорд етеді, өзінің қолында бір белгілі бір 50-60 шақты поставщигі бар, қай жерде не қарайды, қай жерден нені алуға болатынын біледі, бағасын береді де ұтып алады, одан кейін поставкасын жасай береді. Қараңыздар, достар, мына курс жайында сұрап жатыр кісілер, біз марафон жүргізіп 100% қатысқан адамдар 100% результатқа шығып жатыр. Қазір тағы да бірнеше адам тіркелді. Кеше 27 күні бірінші сабағымыз басталды. Білесіздер, біз онлайн форматта жүргіземіз. Zoom программасы арқылы. Бүгінде тіркеліп жатқан кісілер бар. Бір күн кеш тіркеліп бастасам бола ма деп сұрап жатқан кісілер болды. Бүгіннен бастап кетсеңіздер де болады, үлгермеген сабақтарыңызды жетіп, сабақ барысында үлгеріп кетесіздер. Өйткені сіздерге бір-ақ қана куратор қызмет жасамайды, 2 куратор сұрақтарыңызға жауап беріп, сіздердің результатқа шығуларыңызға қызмет жасайды. Білесіздер, біздің кураторлардың табысы сіздердің тікелей жетістіктеріңізге байланысты. Сіздерді курс барысында результатқа шығарса, кураторларыңыз байиды. Түсіндіңіздер ғой, Так, қай қалада үйретесіздер дейді. Біз Астана қаласындамыз. Офлайн форматта тек қана жеке курс өте аласыздар. Онлайн және офлайн форматта жеке курс. Ал топтық курс тек қана онлайн форматта жүреді, достар. Марафон уақытысы, сабақ өтетін уақыт Астана уақытысымен кешкі сағат 20:00 мен 22:00 арасында. Ол марафон сабағы. Мысалға марафонға 5 апта уақыт беріледі, аптасына 2 реттен. Вторник, четверг және среда, пятница күндері кешкі сағат 8 мен 10 ортасында. Неге кешкі 8 мен 10 ортасы өздеріңізді біліп отырсыздар, Көпшілік курс өтетін, осындай дополнительный табысқа шыққысы келетін кісілердің көпшілігі айлыққа жұмыс жасайды, жұмыстан келіп үлгеру керек, тамағын істеп, и так далее, үй шаруасы деген сияқты. То есть сағат 8-ге дейін ол адам бос болу керек. Егер біз күндізге қоятын болсақ, көп кісілер қатыса алмайды. Түсінікті ғой, достар, Онлайн форматта групповой курс, топтық курс, то есть марафон курсымыз, ал жеке курста офлайн форматта, достар. Айтыңызшы, тек бір поставщикпен жұмыс жасаса болады ма заказчикке? Заказчик бір поставщик, 2 поставщик, немесе мен өзімнің поставщигім деп таңдай алмайды о маркетте. Заказчик тек қана өзіне керек тауарды о маркетке заявка есебінде қалдырады. Сол товар кімде бар, қай поставщиктің маған беріп отқан условиясы жақсы, соған заявка түседі. Сол заявканы поставщик қабылдап, маған сатына кеп береді. Мен бірақ өзім таңдай алмаймын, мысалға, ИП Айнұр, немесе ИП Маржан деп мен өзім арнайы заказчик таңдай алмайды. Түсінікті ғой, достар, Шымкенттен қатысқан кісілер, енді біз 3 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Шымкенттен қатысып жатқан, жалпы Қазақстан түкпір-түкпірінен қатысып жатқан кісілердің саны өте көп. Ең төменгі жасы 11 жаста, 14 жаста анасымен кеп қатысқан қарындасымыз. Ең үлкен жастағы кісі 70 жаста Алматыда қария, 68 жаста Тараз қаласында қария. Сол кісілер қатысып, курс өтіп, табыстарын жасап жүр. Аллаға шүкір. Достар, енді қараңыздар, курс жайлы білгілеріңіз келетін болса, осы прямой эфирдің астына немесе дайректке телефон нөмірлеріңізді қалдырсаңыздар, сіздерге егжей тегжей нелген курстың форматы, жететін жетістігіңіз, бағасы, қандай условия, курстың құны емес, оның құндылығын сіздерге толыққанды біздің менеджерлер түсіндіріп айтып беретін болады, достар. Курс бойынша тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, қоя берсеңіздер болады осында.
Так, қандай сұрақ бар екен? Жоғары жағы бағана біраз кісілер жазып жүрді, өтіп кеттім. ИПА инвалидность налог төлей ма дейді тендерде. ИО маркеттен өз бизнесіңді налог төлемейді дейді. Түсінбедім сұраққа, бірақ налог төлейсіздер. Енді ол сіздердің өздеріңіздің ИПА инвалидность бойында группасына қараса керек, қайсында төлейді, қайсында төлемейді. Мысалға ИПАлар бар, пенсионерлердің атында ИПА бар, олар мысалға төлемейді налог. Сол сияқты, иә? Мысалға мен оны анық сіздерге айтып бере алмаймын, бірақ екінші сұрағыңызды түсінбедім. Так, дальше. Бір поставщикпен жұмыс істей алады ма, істей алмайды. Ол маркетте конкурент көбейген дейді, бұрынғыдай емес дейді. Ең бірінші жылы шыққан кезде, ол маркет шыққан кезде, ол кезде бір договор 100 МРП болатын. 100 МРП дегеніміз 300 мың теңге. Бір договор 300 мың теңгеден аспайтын. Сол кездің өзінде адамдар 700 мыңда, 500 мыңда, 1 миллионда айына тауып жатқан кезде кәдімгідей қалпақтарын аспанға лақтырып тұрып қуанатын. Одан кейін ол жерде горячее предложение деген болды. Ол дегеннен кәдімгі керемет, кәдімгі кірдің, отырдың, қатысыңды ұтып ала бересің, қатысыңды ұтып ала бересің. Оны алып тастады. То есть біз жыл сайын ол маркетті ашыла салып бірден бір 100% жұмыс істеген жоқ қой площадканың өзі, иә? Ол жыл сайын өзін обновлять етіп отырды, әлсіз жерін күшейтті, қатты болып тұрған жерін жұмсартты деген сияқты. То есть тиімді халыққа да, поставщиктерге де тиімді, заказчиктерге де тиімді, және соны разработкасын жасап отқан компания, олар да соның управляемысы, то есть жеңіл болу керек. Жыл сайын өзгеріп отырады обновление. Бір жылдың өзінің ішінде бірнеше заң өзгереді, бірнеше обновление, техникасы, настройкасы өзгеріп отырады. Енді мынау самостоятельно үйренген кісілер осы кезде мысалы заказ алып өзі самостоятельно жұмыс жасап жүреді, настройкасы өзгеріп кетті, қайтадан заказ ала алмай қалады, заказ келмей қалады, заказ келсе көрмей қалады, қиындықтарға тап болады. Бізде курста бір жылдық сопровождение, то есть бір жыл бойы сіз біздің қарамағымызда, бір жыл бойы сіз толық о маркетті меңгеріп, түсініп, қыр-сырын барлығын көз жеткізіп түсініп алғаннан кейін сіздерге жұмыс жасау қиындық тудырмайды. Тек қана о маркеттің бетіне қарап отырмаңыздар, бірақ мынау ақша үшін, бизнес үшін, барлықтарыңыз табыс үшін жұмыс жасайсыздар, иә? Финансовый стабильность болса, барғым келген жерге барсам, қуантқым келген адамды қуантсам, көмектессем, қиналмасам деген сияқты, шығыным шықса қиналмасам. То есть о маркеттен табыс түсіп отырады ма, оның барлығын жарату мақсат емес, дополнительно бизнес көзін ашып қою. Етік тігетін обувной ремонт обуви ашып қойсаңыз да, ол да табыс, ол да біреудің етігін тігесіз. Мысалы, Астананың солтүстік жақтарда, күн суық жақтарда бұл өте қатты жүретін бизнестің түрі. Шығыны аз, алатын расходыңыз етік тігетін. Етікшіні табасыз, келісесіз, айлығына келісесіз, процентіне келісесіз. Өзіңіздің жаңағы қандай условия бар, сол условиямен келісесіз, жасайсыз. Ол жерден күніне 10 мың теңге түстір, ана точкаңыздан 10 мың теңге, тағы сондай бір жерден 10 мың теңге, уже 30 мың теңге бір күнде, бір айда шақсаңыз 900 мың теңге. Бір айға шаққанда 1 миллион теңге табыс. Дополнительно ол маркетпен жұмыс жасап жатырсыз, кафе ашыңыз, чайхана ашыңыз. То есть бұл жерде сіздердің мақсатыңыз ол маркетпен жұмыс жасау мақсат емес, сіздердің мақсаттарыңыз табысқа шығу. Табысқа шығу үшін қандай мүмкіндіктер бар деген немен қарайсыздар, иә? Мысалға, қандай мүмкіндіктер бар? Мен табысқа шығуым үшін. Мен 150 мың теңге айлықпен табысқа шыға алмаймын. Только выживание. Мен нормальный өмір сүруім үшін, ақша жинай алуым үшін, шетелге бара аламын, емделуім үшін, басқа үшін деп жинайтын болса, қанша табыс табуым керек? Ипотекаң қанша, немесе квартираң қанша, кредитің қанша, арендаң қанша? Осылардың барлығын бөлу керек. Шығарып, өзіңіздің потребностіңіз. Бір айда шығатын, қаласаңыз да, қаламасаңыз да шығатын шығын бар адамдарда. Сол шығынды қоясыз, сол шығынның үстіне қанша табыс керек, сіз өзіңіздің арманыңызға қол жеткізу үшін жинау керек ақша, қанша ақша. Общий ақша сізде керек ақша. Осы. Кәдімгідей тізіп, жазып, кәдімгі запрос тастағанда, иә? Одан кейін барып, осы ақшаны табу үшін немен айналысуым керек? Қай жерде тез оборотқа шығуға мүмкіндік бар? Рисксіз. Қай площадкада жұмыс жасайым, қай магазинмен жұмыс жасайым, немесе не істесем болады? Мүмкін цех ашам ба, мүмкін алып сатумен айналысам ба, мүмкін кәдімгідей повар болып кетем ба деген сияқты. Адам өзіне ұнайтын, сағынып тұратын, іздеп тұратын жұмыспен айналысу керек. Соған келген кезде таңертең ерте тұрады, именно сол жұмыс үшін, немесе сол табыс үшін, немесе сол мақсат үшін алдында мақсаты болу керек. Нақты сумма болу керек. Айына қанша табысқа шыққың келеді, және қанша уақыт жоғалтқың келеді. Біреулер ойлайды, таңғы сағат 6-тан түнгі сағат 12-ге дейін жұмыс істесем байимын деп. Жоқ, өйтетін адам байымайды. Ол баю үшін жұмыс істеп жатқан жоқ. Оныкі выживание или просто убивание десе де болады. Өзін зорықтырып, ертең 3 жыл солай жұмыс істейді, денсаулықтың бәрін береді. 3 жыл жинаған ақшасын қалған өмірінде денсаулығына жаратып жүреді. Ондайда
бизнес түрі керек емес. Бизнесті адамдар олай жасамайды. Ең тиімді жағы, жеңіл жағы, тез болатын жағына қарай бейімделу керек. Соны анализ жасау керек, мониторинг жасау керек. Мысалы, біздің Қазақстанда қандай тауарға сұраныс көп, жыл 12 ай тоқтаусыз сұраныс және қызығып тұрып алады. Ол мен осыдан жарты жыл бұрын да прямой эфирде айтқан болатын. Ол әйел адамға керек тауарлардың түрі, то есть бесспорно өтеді, және кішкентай балаларға товар түрі. Ата-ана баладан ақшаны аямайды. То есть қандай не сатуға болады, бала-шағаға, мысалы кішкентай балаларға керек. Кез келген бөпе болсын, әлди болсын, нәресте болсын, ата-ана бала-шағадан ақшаны аямайды. Және әйел адам өзінің кухнясына керек заттар көп қой, ыдыс-аяқтың түрі көп. Қазір интернет площадканы, пространствоны қарасаңыздар, ұсыныстың түр-түрі көп. Сол осы тауарлардың барлығы қайдан келіп жатыр? Барлығы шетелден келіп жатыр. Ең бастысы Қытай жанымызда тіреп тұр, тура түбімізде. Қытаймен алыс, беріс, сауда, қарым-қатынас деген ешқашан тоқтамайды. Бұл уақытқа дейін де тоқтамаған қарым-қатынас. Қытай технологиядан алда келе жатыр. Біз бір деңгені ойлап тауып цех ашам дегенше, ойлап тапты, Қытайдан цехты сөйлесті, сол жерден аштыр. Саған жасап береді. Керек затыңды жасап береді, сенің брендіңмен шығарып береді. Көп ақша, көп риск керек емес ол жерде де. Определен берілген тауардың жаңағы суммасын шығарып беріп отыратын болсаңыз, сіздің брендіңізбен сізге сіздің затыңызды шығарып беріп отырады. Көп деген күнделікті проблеманы шешетін инструменттер бар. Жаңа айтып отырмын, әйел кісілер мен балаларға, соларға керек жарақтар, қандай сала жағы болсын, тамағы болсын, киімі болсын, жаңағы айтып жатқанмен кухняға керек зат болсын, әйел адам оны сатып алады. Баладан ата-ана аямайды ақшаны. Ең бірінші сауданы мынау интернет пространствода сатып айналсам десеңіздер, детский киімнен бастаңыздар. Жаңағы көп деген жаңағы кухняға комбайндар бар, басқа 1000 теңге, 700 теңге, 3000 теңге, 4000 теңге толып тұр Қытайда. Қазақстанда солар 10 есе қымбатқа 20 мың, 15 мың, 30 мың теңгеге сатылып жатыр. Түсініңіздер ғой достар, осындай бизнес түріне де салуға болады. Ол маркет сіздің негізгі табысыңыз, ал мынандай жұмыстардың барлығы жанама табыс. Осының барлығын жинап, әжептәуір ақша болғанда сіздер бір орында тұрмайсыздар, үлкен тендерлерге, үлкен суммаларға қатысуға әрекет жасайсыздар. То есть бұл сіздің дамуыңызға үлес қосу, сіздің негізгі бизнесіңізге, негізгі армандап жүрген, айналысқыңыз келетін бизнес түріне. Мүмкін гүл отырғызумен айналысқан ұнайтын шығар сізге, гүл отырғызғыңыз келетін шығар, немесе машина жуу ұнайтын шығар өзіңізге, ол да тендерге ойнатылады. Мемлекеттік мекемеде водительдер бар, басып таситын. Олар машинаны водительдер өздері жумайды ғой. Арнайы СТО бар, сол жерге барып обслуживать етіледі, ол да тендер арқылы ойнатылады. Машинаны жуатын жер бар, автомойка, ол да тендер арқылы ойнатылады. Ол жерде үлкен сумма. Үлкен сумма, ол жерде өзінің требованиясы бар, соған сіз жарап тұруыңыз керексіз, шамаңыз жетіп тұру керек. То есть ол бір жылдық, бір ұтып алдың, бір жыл бойы сенде жұмыс бар. Айына 30 машина жуды, 30 машинаның суммасын шығарып беріп отырасыз, айдың аяғында сізге оплатасын жасап отырады. То есть сдельный премиальный есебінде. 12 айға ақшаңызды бөледі, ақшаңызды алып отырасыз. Түсінікті ғой достар. Ал ол маркет, мысалға 10 берекенің 9-ы саудадан дейді. Сауда жасау, ол ешқандай күнә емес, керісінше күнделікті ақшаң бар, өз уақытың өзіңде. Бастап кезде курс өткен уақытта 1 ай, 1,5 ай қаттырақ зейін қойып, оқып, үйреніп жасап кетсең, қалған уақытта күніне 2-3 сағат жетеді ол маркетте. Түсінікті ғой достар, мынау тендер саласында жүргендер, әлі нишасын таппай жүргендер, бірде тендер ұтады, бірде ұтпайды, бірде бар, бірде жоқ, дел, сал, біресе былай бұл ойланып жүрген кісілердің барлығын мен ол маркетке шақырамын. Тендердегідей бас қатырмаңыздар, тапқан тауарларыңызды алып тіркей беріңіздер. Заявка келмесе маған айтыңыз, заявка келмей жатыр деп. Сосын көреміз, настройкасы қалай екен, ішіндегі профиль организация қалай толтырылған, дұрыс па, дұрыс емес па. То есть осылай арқылы ошибканы шығара отырып, біз негізгі заявканы түсіру жолын сіздерге көрсетеміз, үйретеміз. Үйреніп алғаннан кейін өзіңіз енді мынандай жүрмейтін тормоз болмасаңыз, ақша түсіп тұрған көріп тұрып шотыңызға, сіз уже отырмайсыз. Сіз іздейсіз, поставщиктер іздейсіз, производительдер іздейсіз. Производительдердің дилері болу, арнайы бір региондарда қалай дилері боламыз, қандай ұсыныстар бар, қандай договор бар деген сияқты көптеген пайдалы ақпараттарды алып, ары қарай даму үстінде боласыздар. Ол маркетке 10 товар тіркеп қойып, айына 10 заявка алып, болды деп отырған енді ол әрине қызық емес. Просто әшейін күнделікті әйтеуір нам пұлым шығып отыр. Ютубта жұмыс істейтін кісілер бар. Аз ғана жұмыс істейді. Неге? Өйткені олар сол өмірге қуанады, мәз жетеді. Бірақ енді айына
енді 1 миллион теңге табыс шыққан жерден 3 миллион теңге де табуға болады. 3 миллион теңге бар жерден 5 миллион теңге табуға да болады. Ол үшін масштаб, не істейміз? Кім керек қасыңа? Помощник керек па, керек емес па? Команда болған дұрыс па? Партнер болған дұрыс па? Не керек ол үшін адамға? Ол үшін ең бірінші өзі сияқты сондай жұмысты жақсы көретін, сол жұмыстан хабары бар, заңдылығынан хабары бар адамдарды қасына жинаған дұрыс. Сонда олар ойлап тұрған кезде бір ойдан шығуға тырысады, бір жерден бір шешім табуға тырысады. Балықшы, строитель, водитель үшеуін жинап қойып, мысалға оларға самолет жайлы әңгіме айта алмайсыз, өйткені әрқайсысы әр саланың адамдары. Бірақ барлығы осы маркетпен жұмыс жасауды ойлап тұратын болса, оларда бір идея, постоянно бір идея келіп отырады. Қалай көбейтеміз, қалай масштабқа шығамыз, кімдермен сөйлесеміз, поставщиктерді қайдан табамыз, возможно, Өзбекстанда бар, мынандай нағашым бар. То есть адамдар ойланғаннан кейін коммуникация, бір-біріне информация алмасады, бір-бірімен энергия алмасады, бір-бірлеріне ой айтады, сөйте отыра негізгі ой шығады. Соны реализациясын бөліп планға бөлесіздер де әрекетке көшесіздер. Бұны да біз курс барысында сіздерге қалай жасаймыз, қалай жетеміз, бұның барлығын көрсетеміз. Одан кейін мынандай кісілер бар. Мүлдем ештеңеден хабары жоқ. Өмір бойы охранада жұмыс істеген, өмір бойы посудомойщица болған, немесе өмір бойы базарда тұрған, элементарно телефондағы мессенджерлармен пайдалана алмайтын кісілер де бар. Олар маркетпен қалай жұмыс жасайды? Маркетпен жұмыс жасау үшін компьютерді білу керек па? Ноутбукте жұмыс жасай алу керек па? Бірақ 100% білудің қажеті жоқ. Біз оны да үйретеміз. Копировать, ставить дегенде білмейтін де кісілер келетін. Айтып отырмын, 60 жаста да, 70 жаста да бізде кісілер оқыды. Аллаға шүкір. Олардың барлығында результат бар, жұмыстарын жасап жатыр. Өйткені олардың нақты мақсаты бар кісілер. Олар өздерінің немерелеріне, бала-шағаларына, жаңадан үйленген семьяға менің де бір көмегім болсын, қарап отырмайын дейтін үлкен кісілер бар. Денсаулығы жететін, шамасы жететін. Сол кісілер үйреніп алады да, мына жұмыс рахат болды деп. Енді ол кісілердің көпшілігі, үлкен жастағы апалар сетевойға кіріп алған. Жаңа бальзам сатады, маған енді курсқа тіркелем деп келіп отырып, өзінің бальзамын, жаңа бірдеңелерін сатайын деп отыр. Апа, мен айтамын, апа, мен ондай айналыспаймын сетевоймен. Мен нақты заказбен жұмыс жасаймыз, осы маркетпен деп, ол кісіні үйретіп, өзіне айтып, үйреніп, міне Аллаға шүкір өзінің немерелерінің шығындары, мектеп киімі деген басқасын бәрін көтеріп, өзінің бала-шағасына көмектесіп отыр. То есть ол кісілер масштабқа шыққысы келеді, әттең физически шамасы жетуде әрине қасына поддержка керек. 60-та 70-ке келген адамдардың да денсаулығы жастықындай емес, тез шаршап қалады деген сияқты, тағысын тағы поддержка керек жанына деген сияқты. Бірақ соның өзінде қызметте жүрген кісілер мықты келеді, шыдамды келеді, табысқа жетеді. Оның ата-анасының ондай табысты жасап отқанын көріп отырып, келін, бала-шағасы үлкен жаста болса, солар да қосылып бірге жасап отқан кісілердің саны өте көп. Бірігіп жасағанға күйеуі оқса, келіншегімен бірге, келіншегі оқса, күйеуін шақырып, екеуі бірлесіп жұмыс жасайтын болса, айына 3,5-5,5 миллион теңге табу, ол оңай жолмен табуға болады. Әрине, бастап кезде көпшілігі ойлайды, мысалы 150 мың теңге айлық алатын адам келе салып 10 миллион теңге тапқысы келеді. Ол енді ертегі. Ол ертегі мен үшін. Өйткені 150 мың теңгеге бой үйренген адамға 10 миллион теңге келмейді. 10 миллион теңге келу үшін адам 10 миллион теңге суммаға дайын болу керек. Просто мына психологический уровеньде адам дайын болу керек 10 миллион теңгеге. Ертең алғанда не істейді? Мен мысалға сұраймын, 10 миллион теңге тапқыңыз келеді, не істейсіз оны десем, ол разбивать етіп айтып бере алмайды 10 миллион теңгені, нақты не нәрсеге жіберетін. Нақты не нәрсе керек? Әйтеуір керек 10 миллион теңге. Негізгі керегіне былай бөліп қарасақ 1 миллион теңге жетеді екен, 9 миллион не істейтінін білмей отыр, әлі тапқан жоқ. То есть ондай адамға ақша келмейді. Нақты цель болу керек. 150 мың теңге адам айлыққа жұмыс істеп жүрген адам бірінші айда 1-1,5 миллион теңге тапса, соның өзі үлкен бақыт. Бастапқы кезде заявкада маржа емес, бірінші очередте сіз осы путьпен жүріп өтуіңіз керексіз. Мысалға бізде кісілер болды, аз суммаға заявка ұтып алып апарып береді предзаказдан. Заказчик қабылдамайды. Неге қабылдамайды? Өйткені олар тек характеристиканы оқымаған 100%. Сол үшін олар минусқа кетті. Минус там кругом-бегом 20-30 мың теңге. Егер заявка 2-3 миллион теңгеге болатын болса, минус 200-300 мың теңге. Қайсы мысалы ауыр тиеді адамға? 20-30 мың теңге минус ауыр тие ма, или 300 мың теңге ауыр тие ма? Әрине, әр сумманың өзінің деңгейіне байланысты біреуге 3 мың теңгеде ауыр тиеді. Бірақ осындай шығындарға түспес үшін біз бармыз, біз көрсетіп айтып отырамыз, элементарный ошибканы жасамаңдар. Договорға қол қоймас бұрын оқыңдар договорды. Алғашқы 10 заказын договорын оқыңыздар. Сол кезде жалпы договордың структурасы қалай жазылатынын сіз түсінесіз. Сізде анализ, прогноз деген болады. Алдын ала кішкене жоспар құра аласыз. Бастап кезде қорқынышты.
Жалғыз басасаңыз қорқынышты, қасыңызда поддержка болса, онда қорықпайсыз. Дұрыс жолды айтып отырады, қалай жүру керек, қалай жасау керек. 1-2 заявканы жапқаннан кейін 3-4 заявкада біз уже сізге керек болмаймыз. Ары қарай өзіңіз жасай бересіз. Әрине, енді бір жасағаннан барлығы бірден есіңізде қала бермейді. Сол үшін біз дополнительный видео сабақ беріп қоямыз, доступ ашып қоямыз. Түнгі уақытта, демалыс күндері өзіңіз самостоятельно отырып, ашып, қарап, ішінде жасай аласыз. Сұрағыңызға жауапты аласыз. Сөйтіп, жұмыс жасай берсеңіздер болады, достар. Түсінікті ма, достар? Бір ғана бизнестің бетіне қарамаймыз, табыс бар ма, ақшаны болшылап жарата бермейміз. Бірақ өзімізді де құрметтеп, өзімізге де подарка жасауды ұмытпаймыз. Жұмыс жасап табыс тапқан адам әркез өзінің деңгейінде өзіне сыйлық жасап отыру керек, міндетті түрде. Қандай нәрседен? Бассейнге барғаннан ләззат аласыз ба? Жоқ, атқа мініп ипподромда шапқан. Енді көп қой, әркімнің ләззаты әр жерде. Біреу жүгірген ұнайды, біреу басқа. То есть міндетті түрде өзіңе бір сыйлық жасау керексің. Армандап жүрген, ойлап жүрген, то уақытың жетпейді, то ақшаң болмайды, то тағысын тағы, то анада проблема, то мынада проблема. То есть еш жүргенде уақыт өте береді, күн өте береді. Ал өмір тоқтап тұрған жоқ. Сол себептен өзімізді құрметтеп, өзімізге сыйлық жасап тұруымыз керек. Бастап кез ақшаларыңызды жинап үйренсеңіздер, осылай түскен табыстың 10% мұнда қоям, 10% мұнда қоям, 10% жаратам, қалғанын кредитіме жабам, анау деген сияқты өздеріңіз жоспарларыңыз сызып, бәріңіз жаза аласыздар, бәріңізде ручка, тетрадь бар. Просто күнделікті жазып, жасаған шығынды, кірген кірісті жасап, санап, бір 10 күн жасап көріңіздер, сіздерге барлығы түсінікті болады. Өздеріңіз істеп жүрген әрекеттеріңізді жазып жүрсеңіздер, ойдыға сақтап жүргенмен полный картина шықпайды. Жазып жүрсеңіздер, көресіздер, қай жерде ошибка жасап жүрсіздер, қай жерде шығын артық қылып жасадыңыздар. Енді нені қысқартуға болады, нені көбейтуге болады, анализ, прогноз жасайсыз. Өз ісіңізге өзіңіз отчет бересіз. Содан кейін түсінікті болады сізге. Табысыңыз қанша табыс тапқыңыз келеді, қайда жұмсағыңыз келеді, ары қарай қиналмайсыз. Түсінікті ма, достар? Так, мына жақта пенсионер 3-ші топ налог төлемейді дейді. Ал Омаркетте осы ИП налог төлей ма дейді. Жоқ, Омаркетте деген қатысушы қараңыздар. Сіздер ИП аштыңыздар ма? Жұмыс жасадыңыздар ма? Оборот бар ма? Сіз Омаркетте жасаңыз, жасамаңыз. Частный компаниямен жұмыс жасаңыз. Мысалға Магнум бар, оларға бір қызмет түрін жасадыңыз. Немесе Астана жарық энергия, мысалға сол мекемемен жұмыс жасадыңыз, мемлекеттік мекемемен жұмыс жасадыңыз. Не имеет значения? Сізге ақша түсті ма? Сіз отчет тапсыруыңыз керексіз. Сізге ақша түскен жоқ па, оборот болған жоқ па, бәрібір отчет тапсырасыз. Ол кезде ешнәрсе төлемейсіз, ол кезде точно 0,00 деп тапсырып жібере саласыз упрощенный режимде. А егер ақша түсіп оборот болса, түскен суммадан табыстан емес, мысалы 10 миллион теңге оборот болса, сол 10 миллион теңгеден 3% төлейсіз. Ол в любом случае налог төленеді. Ол Омаркетпен жасасаңыз да, жасамасаңыз да. Так, қандай сұрақ бар? Жарайсың жігіт, алға қазақ, алға дейді. Дәурен прожект осы кісі 3 жыл осылай поддержка жасап отырады постоянно. Қанша ақша керек дейді. Қараңыздар, Омаркетте 1000 теңгемен 13 миллион 800 мың теңгенің арасында заявка келеді. Мен сізге айта алмаймын, сіз мысалға бастаған кезде, товар тіркеп бастағанда сізге 10 мың теңге келеді заявка, немесе 10 миллионға келеді деп айта алмаймын. Бірақ ішінде настройка бар. Мысалға 50 мың теңгеден жоғары заявка келмесін. 30 мың теңгеден жоғары заявка келмесін, немесе 5 миллионнан төмен заявка келмесін. Ішінде настройкасы бар, жасап қоюға болады. Так, Салтош, VIP алдым, 10 товар қостым, но заявка келмеді әлі дейді. Салтош, сіз енді ғана тіркелдіңіз ғой. Сіз бізден VIP алғаныңызды айтып жатырсыз ба, или бұған дейін оққан жеріңізді айтып жатырсыз ба? Сіз бізге тіркелгеніңізге 2 күн ба, 3 күн ба болды, по-моему. Сіз асықпаңыз, сізде результат болады. 10 ғана товар қосыпсыз, енді 10 товар деген аз әрине. Қандай категориядағы товарлар оған да байланысты. Сіздің кураторыңыз, по-моему, Асылзат ханым, Так. Ассалаумалейкум алейка дейді. Уалейкум ассалам, Алмас мырза. Омаркетте заявка келмей жатыр. Келмей жатыр. Омаркетте заявка көп кісілерге келмей жатыр. Неге? Өткен настройкасы дұрыс емес. Так, қандай сұрақ бар екен? Біз товардың остаток жаза аламыз ба дейді. Түсінбедім, қайда остаток, қайға жазады? Оны түсінбедім. Так, достар, тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Жалпы Қазақстандағы бизнес жасау түрі, ең жылдам көтерілетін түрі, ол осы біздің мемлекеттік сатып алу площадкалары. Ақша бар, ақша төленеді. Тек қана сапалы түрде тауарды жеткізіп беріп отырсаңыздар, сіздерде табыс болады.
ниша таңдауға көмек береміз. Ниша таңдаудың қиын ештеңесі де жоқ. Қазіргі таңда алдымызда қыс, солтүстік аймақтарда бірінші не сатып алады? Күрек, қалақ, қар күреу үшін керек дүниелердің барлығына заявкалар түсетін болады. Көктемгі кезі болатын болса, жазғы уақытта барлық мекемелер жаңағы немен айналысады, ремонтпен. То есть строительный товарлар. Одан кейін қазір қыстық дөңгелектер тіркелуге керек. Мысалы, просто логически, мен сіздерге айтып отырмын, не тіркеуге болады, қай товарларға заявка көбірек келеді. Одан кейін енді өздеріңіз білетін хост товарда заявка деген жыл 12 ай тоқтаусыз, өйткені моющие средства, расходной материал, оны бір-ақ рет қана пайдаланады да тастайды. То есть екінші қайтып үшінші пайдалануға келмейді ғой. Туалетный бумагаңыз болсын, тряпкаңыз болсын, немесе тағысын тағы. Олар бір ғана пайдаланады, тастайды. То есть олар постоянно жыл 12 ай керек болып тұрады. Түсінікті ғой достар, саламатсыз ба? Настройка ол қалай дейді? Заявка келу, келмеу, настройка қалай қараймыз дейді. Профиль организация деген бар, точка продаж деген бар ішінде. Одан кейін жаңа доставканың да түрлері бар. Бұның барлығы сіздің заявка келуіңізге влиять етеді. Бұның барлығын енді әрине талдап, жеке-жекемен, жеке-жеке сіздерге айтып беруге болады. Отдельно номерлеріңізді қалдырсаңыздар, осы прямой эфирдің астына жазсаңыздар, директке қалдырсаңыздар, сіздерге соны қалай жасауға болады, қандай фишкалары бар, именно қандай моменттері дұрыс емес ішінде, оны қарау керек. Мен енді на расстоянии әрине ясновидящий нем жоқ, ондай әулиелігім жоқ, бүйтіп отырып біліп қоятын. Сол үшін айта алмаймын сізге нақты несін істеу керек екен, қай жер дұрыс, қай жер дұрыс емес. Және ол товардың санына да байланысты, товардың бағасына да байланысты. То есть ол маркетте заявканы көбейту үшін бір ғана действие жетпейді. Бір ғана фишка, екі ғана фишкамен жетпейді. Ол общей совокупности дұрыс қадамдармен жасалғанда, әр жасалынатын жұмыстың қадамдары дұрыс болған уақытта негізгі заявканы, негізгі соманы шығаруға болады достар. Оның алгоритмі бар. Біз ылғи айтамыз ғой, келіңіздер, гарантия бар, гарантия бар. Бәрі сөйтіп шақырып алады дейді. Одан кейін ешқандай гарантия жоқ. Міне қазір ғана бір кісі келді, осы Астана қаласында, осы бізге офиске, осы қазір ғана келіп, осы прямой эфирдің алдында. Сөйтіп курсқа тіркелем деп шештім, Арман мырза, сізді 6 айдан бері көріп жүрмін прямой эфиріңізді. Енді курсқа келіп тіркелемін. Мен бірдеңе деген тендер оқыту орталықтан тендер оқыдым. Маған видео сабақ берем деді, ақыры бермеді. Сонымен офисына барып едім, олар көшіп кетті, басқа қалаға кетіп қалыпты дейді. То есть бұл кісінің төлеген 200 мың теңгесі, тендерге төлеген 200 мың теңгесі далаға кетті. Бұл кісі просто ИП ашып тіркелген госзакупке, бірде-бір тендерге қатыспаған, накладной қалай толтырылады, ол қалай жасалынады, ештеңеден хабары жоқ. Әрине, осылай әр жерге тіркеліп, арзан іздеп, әрине, арзан, құсқы, арзан, тегін деген дүниелерде сапа жоқ ол жерде. Сіздердің мақсаттарыңыз тек қана курс өту болатын болса, тегін курстар толып тұр, өте берсеңіздер болады. Ал мақсаттарыңыз табысқа шығу, результат көргілеріңіз келетін болса, онда мен гарантия беремін. Өзімнің жұмысыма, сіздерге беретін поддержкаға 100% гарантия беремін. Сіз өзіңізге гарантия бере аласыз ба? Бірінші очередь, ответственный бола аласыз ба? Өзіңіздің ақшаңызды қалтаңыздан шығарып төлеп тұрсыз, бала-шағаңыздың аузынан жырып, басқадан жырып, осы табысқа шығам деп, енді сол ақшаға сіздің өзіңіздің жүрегіңіз ауыра ма, ауырмай ма? Өзіңіз сол ақшаңызға жақсылап, енді мен осы салған ақшамды курс барысында шығарып алайын деген настрой бола ма, болмай ма? Бұның барлығы влиять етеді. Технически кнопканы басып отырып жұмыс жасау, ол барлығының қолынан келеді. Ал есебін қойып, дұрыс мазмұнын жасап, алгоритмін қойып жасап, табысқа шыққан. Оның табысының берекесі бөлек, достар. Мен сіздерге 100% гарантия бере аламын. Жаңағы кісі келді де, толық ақшасы жетпеді курсқа, индивидуальный курсқа. Задаткасын тастады, келесі аптада қалғанын төлеймін, курсты бастаймын деп. То есть ол кісі осы уақытқа дейін екі жерге ақша төлеген, бір жерге 175, бір жерге 195. То есть почти 400 мың теңге ақша төлеген, ешқандай результат жоқ. ИП ашқан, госзакупқа тіркелген. Болды, басқа нәрсе білмейді. Қарап көзім талды, көзім шаршады тендерден. Мына Омаркет тиімді сияқты. Сіздерді 6 айдан бері көріп жүріп, неге басқаларға тіркелгенді білмеймін деп, ол кісі өзі де айтып отыр. Қалай тіркеліп алғанын да білмейді. Бірақ бізге тіркелгісі келеді, бірақ ойланып жүр. Неге? Барлығын тежейтін, барлығын тоқтататын ең біріншіне қорқыныш. Өтірік па, шын ба? Рас па, өтірік па? Енді сіздерге ылғи айтамыз, бір үйдің екі баласымыз, бір ата-анадан туған інім, оқыту орталықтың директоры Ардақ Омарұлы, мен Арман Омарлы, Омаркет академиясы негізін қалаушы. Бір үйдің екі баласы отырып, сіздерге алаяқтықпен, немесе бір алдау, басқа жолмен емес, сіздерге табысқа шықсын сіздер, үйренсін, көрсін деген мақсатпен біз сіздерді үйретіп көрсетіп отырмыз. Жазып жатқан кісілер бар.
Табыс мықты болса ол маркетте ешкімді үйретпей ақ өзің неге жасай бермейсің? Иә, үйтіп тар ойлайтын, кем ойлайтын адамдар бар. Бір адам поставщик болып маркетке келгенде мен табысым азайып кетпейді. Ол конкурент болып келгенмен мен табысым одан жоқ болып кетпейді. Мен өзім табысымды ол маркет арқылы қалай табам, қалай жасайын десем де, мен өзім дәрежем жетеді, өзім білімім жетеді. Потому что мен ол маркеттің өзінде жүріп, бұған дейін Госзакупты білген, ол маркеттің өзінде жүріп, 2 компанияны черный списокке жібергем. Ондай қателіктер болады, достар. Болып тұрады, ол қорқатын нәрсе емес. Бірақ өзіңіздің атыңыздағы ИП черный списокқа кетсе, придется анаңызға, бауырыңызға, басқа біреуге ИП ашып, сонымен жұмыс жасауға. Енді біреудің атындағы әрине біреудікі болып қала береді. Күректерді қалай орап жібереміз, мысалы дейді, ол маркет доставкасымен дейді. Оны қиналатын еш нәрсе жоқ. Күректің сабы отдельно, қалаға отдельно, оны доставщиктер бар. Ол маркетте 2 доставканың 2 түрі бар ғой. Собственный доставка және ол маркеттің доставкасы. Оны орайтын түгі де жоқ. 10 данасы болса, 2 жағынан скотчпен орайсыз, қалақтың өзін орайды да, күректің сабына бірге қойып, қап кигізіп, басын орап тасталады. Болды. Ол енді дело техники ғой, любой адам оны таба алады. Жұмыстарыңызға сәттілік дейді, куратор Масылзат ханымға рахмет дейді. Алла жазса, Салтанат қой демесіңіз, иә? Салтанат ханым. Берілген жаңағы алгоритм бойынша, берілген информация бойынша жұмыс жасасаңыз, міндетті түрде результат болады. Заявка келсе қорықпаймыз. Бір кісі картопты жарған, неге заявка алмайсың, заявка келіп жатыр ғой десек, акиматтан қорқам дейді. Акиматтан қорқады екен заявка алуға. Енді өмірінде бір шет жұмыс істейін деп тұр. Акимат деген ол кісінің түсінігінде бір жаман жер, жау жер деп қалыптасқан ау деймін, мен түсінігім бойынша. Акиматтан қорқады екен. Тағы да прокуратурадан заявка түссе, мысалы, маркетте, әр қалада көп қой, мысалы, Госзакупқа выступать ететіндер бар, өздері внутренний чаттар, нелер бар, площадкалар бар, участвовать ететін, то есть секретный чат дейма, ішінде өздерінің керек дүниелерін. Сондай қатысатын кісілер қорқады. Қорқпау керек, керісінше танысу керек. Ол жаққа поставканы апару керек. Келесі айда не сатып алады? Пландарын қараңыздар. Мысалға, бір мекемеге бүгін зат апардыңыз ба, заказчикпен таныстыңыз. Сөйтіп үйіңізге келдіңіз. Соның бейіні бар ғой, енді Госзакупта договорға отырдыңыз. Сон алдыңғы жылы, тура осындай уақытта, 2022 жылы, тура осы уақытта, октябрьде, сентябрьде, сол мекеме қандай тауар түрін сатып алды. Биыл соны сатып алады ма? Егер сатып алатын болса, сіз сол тауарға дайындалып, ол маркетке тіркеп қойыңыз. Заказчик сол тауарға заявка қалдырғанда, міндетті түрде заявка сізге түсуі мүмкін. 100% демеймін, бірақ сізге түсуі мүмкін. Түсінікті ғой, достар, иә? Алдын ала дайындалып жүруге болады. Алдын ала көріп жүруге болады. Енді тендердің түрі көп қой қатысқан. Мысалы, услуга, работасы, мен айтып отырмын, 9 жылдық опытым бар. Неше түрлі тендерге қатысқанбыз. Бұған дейін де айтқам, захоронение человеческих останки, то есть медакадемияда, иә? Оғандайға да қатысып көргенбіз. Ең рахаты, ең дұрысы товарка. Арзанға таптың, үстіне баға қойдың да сатып жібердің. Арзанға таптың, үстіне баға қойдың да сатып жібердің. Болды, ең оңайы осы. Басың да ауырмайды. Ол жұмыс, услуга, работа қызық әрине, услуганың шығыны аз. Бірақ сен ол жұмысыңды тапсыруың, олардың қабылдауы деген біраз енді бас ауру болады, біраз бас ауру. Товарда алдың, апардың. Сертификатпен керек па? Сертификатпен апардың. Сертификат сұралмай ма? Сертификатсыз апардың. Тапсырдың, ақшаңды күтесің. Ақшаңды күтіп, бүйтіп отырмайсың. Келесі заявкаларды қабылдау үшін настройкаңды қарайсың, жаңадан товарлар тіркейсің. То есть каждодневный определенный бір 1000-1500 товарға жеткіз. Бір ай, 1,5 айдың ішінде. Одан кейін 1,5 миллион таза маржа айына таппасаң, сосын маған кел, сосын мен саған айтамын қалай табу керек. Заявка келсе аспанға ұшамын ғой, қорқатын студент емесін дейді. Жоқ, бұл жерде студент емес, жаңағы кісі де 50-60-ға келген кісі, үлкен жастағы кісілер де қорқатын, үлкен жастағы кісілер көбінесе. Қорқады, заявка келсе, қабылдамайды. Бір кісі тоже Павлодардан келіп оқыды бізде, әйел кісі үлкен жаста. 1 жыл қарапты бізді, прямой эфирімізді, бізді әбден зерттеген ғой, шынбай отырып қой. Сөйтіп Павлодардан арнайы келіп, офлайн форматта оқыды. Ол кезде жеке курс 3 ай болатын. 3 ай бойы заявка алмады ғой жаңағы кісі, заявка. Мен ойладым, ол кісіге заявка келмей жүр деп. Сөйтсем, ол кісіге заявка келіп жатыр екен, ол кісі өзі қабылдамай жүр екен, ол заявканы. Куратордан сұраймын, неге мына кісіде заявка жоқ, заявка бар, қабылдамайды. Неге қабылдамайсыз? Қорқам дейді. То есть адамдар қорқады. Түсінікті ғой, иә? Көпшілігінде бірінші жасалынатын нәрсе қорқады. Попадать етіп қалам ба, түсіп қалам ба? Достар, главный аман тірі қаласыздар. Қалған нәрсенің барлығы исправимый нәрсе. Өліп қалмайсыздар, соны ойлаңыздар. Осыдан қорқуға болады.
өліп қалмайсыздар, қорықпаңыздар. Қалған нәрсенің бәрі жөнделеді, исправляция етіледі. Уже келесі жолы сіз нөлден бастамайсыз, неден бастайсыз, опыттан бастайсыз. Тағы сұрақ, міндетті түрде коробкаға салу керек пе? Әлде габариті үлкен заттарды солай сіз айтқандай скотчпен пакетке орап беруге болады ма? Әрине, оның ішінде өздерінің требованиясы бар тауарға. Мысалға енді күрек деген нәрсе, оның бойында ешқандай тоқ жүрмейді, ешқандай фишкалары жоқ, электронный зат емес, электрический зат емес, сынып қалатын дүние емес. Дұрыс қой? Количествосы болса, арнайы енді краска жұқпасын, кір жұқпасын, любой сатып алған адам бүтін таза күйінде алғысы келеді, ақша беріп жатқаннан кейін. Сол үшін оның сіздің бүтін таза тауарыңыз оларға бу товар сияқты бармау керек. Өйткені госзакупте, маркетте бу товар деген нәрсе жоқ, достар. Түсінікті ғой? Бу товар нәрсені алмайды, бәрі новыйдан алады. Сол үшін сізде өзіңіздің беріп жатқан тауарыңызға жаныңыз ашып беруіңіз керексіз, кірлеп қалмайтындай, енді сынып қалмайтындай, енді күрек сына қоймас әрине. Бірақ дегенмен де солай жарыңыз ашып өткізуіңіз керексіз. Сіздерге VIP-қа жазып едім, кеш жауап алып жатырмын дейді. Тағы да жаза салыңыз қазір. Мейрамбек Ақниет деп тұр екен. Қазір де жаза салыңыз. Енді кеш болатын болса, бізде жазғы уақытта отдел продаж менеджерлар бізде болған жоқ. Болды бір 2-3 кісі. Ол кісілер дұрыс жұмыс жасай алмады. Сол себептен біз бәрін тарқатып, қайтадан отдел продаж қойған болатынбыз. Егер уақытысында звондай алмаған болсақ, кешірім өтінеміз. Уақытысында хабарласа алмаған болсақ, осы бізге заявка қалдырып, сіздерден кешірім өтінеміз, басымызды иіп тұрып. Так, тоже Павлодардан дейді. Тамаша. Павлодардан өте көп кісілер оқып жатқан. Біз ең бірінші курс жүргізгенімізде Павлодардан бір орыс бала келіп оқыған. Біз қазақша жүргіздік, ол жігіт қазақша кәдімгідей қатысып, біз ең бірінші осы Астана қаласында жасаған болатынбыз. Семинар есебінде қылып, 2 күндік курс қылып, әрине 2 күн аз болады екен, кейін со временем түсіне бастадық, көптеген методика ойлап таптық. Мен енді өзімді талай жерде курс өткенмін, тендер бойынша емес, басқа сала бойынша курс өткем. Мен сол жерде көрген қиындықтарым барлығын менен қазір курс өтіп жатқан кісілерде солардың алдын ала мен шешімін жасап қойған. Түсініңіздер ғой, оларға тез үйрену, кері байланыс деген өте маңызды. Сіз сұрақ қойдыңыз, сіздің сұрағыңызға 2 күннен кейін жауап берсе, сіздің сұрағыңыз уже не актуально, то есть сіз жауап алмадыңыз. Сұрақ қойғаннан кейін 3-5 минут деген өте тамаша. Сұрағыңа жауап алдың, түсінбедің ба, қайтадан сұрадың, қайтадан жауап бердің, тіптен болмады ма, зуммен шыға саламыз да, ішін ашып тұрып көрсетіп, мынау былай деп көрсетіп береміз, ары қарай жұмыс жасай береді. Біздің мақсатымыз сіз результатқа шықсаңыз, және курсқа жұмсаған ақшаңызды курс барысында қайтарып алсаңыз. Біздің мақсатымыз осы. Сіз де соны мақсат ететін болсаңыз, бізге келсеңіз болады, мен сізге 100% гарантия беремін. Сіз табысқа шығатын боласыз. Түсінікті ғой, достар, барлықтарыңызға алғысым шексіз, рахмет, тыңдап, уақыт жоғалтқандарыңызға. Сұрақтарыңыз болса, жаза отырыңыздар, жаңағы телефон номерлеріңізді қалдырыңыздар, курсқа тіркеліп үлгермей қалдым дегендеріңіз сіздерге түсіндіріп айтатын боламыз. Мен номерімді алғашқы прямой эфирларда, YouTube каналымызда да мен номерім бәр жерде шығып тұр, жеке телефон номерімде. Жеке консультация аламын десеңіздерде, тікелей WhatsApp-қа жазып, пәленшем, фамилиям осындай, курсқа тіркелгем, немесе тіркелмегем, осындай сұрағым бар еді дейтін болсаңыздар, сіздерге жауап береміз. Одан уайымдамаңыздар, қорықпаңыздар. Жарай ма, достар? Барлықтарыңызға табыс, жақындарыңызға жанашыр болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, жазып отырыңыздар. Біздің сториске шығып отқан көптеген ақпараттарға атсалысып, қатысып отырыңыздар, ой пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біз курсымызды керемет жүргізіп жатырық дегенмен біздің кейбір жұмысымыз бір кісілерге ұнамауы мүмкін, бір кісілерге қиын болуы мүмкін. Мүмкін улучшать ететін жағы бар шығар ішінде. Улучшать ететін жағы болса, ол жағында қарастырамыз. То есть барлық ұсыныс түріне біз ашықпыз қарастыруға және на улучшение жұмыс жасауға дайынбыз. Барлықтарыңызға табыс, сәттілік тілеймін.